Армысыздар, қадірменді отандастар. Джакишевтен сүйінші келді. Қазақстанның шығысындағы Өскемен қаласында шамамен бір жылдан кейін уақытты ауыстыруға қарсы митинг өткізуге рұқсат берді. Достар, Джакишев айтқандай, бұл биліктің мейірімді болып қалғаны емес, біз бен сіздерден, Джакишев жақтастарынан және басқа да қазақ батыр ер мен әйелдерінен қорыққаны. Егер келіссеңіз, лайк басып, Джакишевтің жақтастар қатарына подписка жасап тіркеліңіз. Былтыр желтоқсанда Өскемен тұрғыны Леонид Карташев уақыт белдеуін өзгертуге қарсы бейбіт митинг өткізгісі келетінін айтып, әкімдікке өтініш берген. Алайда әкімдік рұқсат бермеген. Ізінше Карташев шешімді даулап, әкімдікті сотқа берген еді. Биыл көктемде сот әкімдіктің рұқсат бермеу туралы шешімін заңсыз деп таныған. Әкімдік жарты жылдан кейін белсендіге митинг өткізуге рұқсат беріп отыр. Әкімдік сізге Өскеменде Нұрсұлтан Назарбаев даңғылында митинг түрінде бейбіт жиын өткізуді ұсынады деп жазылған әкімдіктің жауабында. Ал құқық қорғаушы мұны жүйенің сергелдеңі деп атайды. Міне, сот шешімінен соң жарты жылдан кейін әкімдік Леонидке енді ғана митинг өткізуді ұсынып отыр. Кейде заңдардың жұмыс істейтіні әрине жақсы, бірақ бұл ұсыныс мазақтау сияқты көрінеді. Бір жылдан соң тақырып өзекті емес болып қалған жағдайда митинг өткізе беріңдер. Біздің жүйенің сергелдеңі. Қазақстан биліктің шешімімен бірыңғай уақыт белдеуіне 2024 жылы 1 наурызда көшкен. Бұрын 2 уақыт белдеуі болған. +5 және +6. Халықтың қарсылығына қарамастан үкімет шешімді өзгертпеді. Бұған дейін Шығыс Қазақстан облысы тұрғындары уақыт белдеуі өзгергендіктен уақыт тиімді пайдаланылмай жатқанын айтқан. Олардың сөзінше, мысалы жазда таң ерте атады, түнгі 2-3-терде, ал қыста кеш ерте түседі, күндізгі сағат 3-4 кейін. Шығыс Қазақстан облыстық әкімшілік соты бірыңғай уақыт белдеуіне қарсы митингіге рұқсат бермеген Өскемен қаласының әкімін кінәлі деп тапты. Шешім 4 наурызда шыққан. Бұл жөнінде Азаттыққа талап арыздың иесі, белсенді Леонид Карташев бүгін 6 наурызда айтты. Әділ шешім оңайлықпен келген жоқ. Сот отырыстары 3 айға созылды. Мені қала әкімдігімен келісімге келіп, арызымды қайтарып алуға бірнеше рет шақырды. Осылай етсем, акция өткізуіме рұқсат бермекші екен. Бірақ айтқанымнан қайтпай, табандап тұрып алдым, деді Леонид Карташев. Карташев Қазақстанда бірыңғай уақыт белдеуі енгізілген бір жыл ішінде қала әкімдігіне митинг ұйымдастыратынын айтып бірнеше рет хабарландыру берген. Талпынысы сәтсіз болған соң сотқа жүгінген. Сот оның былтыр 2 желтоқсандағы хабарландыруы бойынша өткен. Судья шешімінде қала әкімінің белсенді акциясын шектеуі заңсыз деп жазылған. Судья әкімді белсендіге 1 ай ішінде митинг өткізуге мүмкіндік беруге міндеттеді. Сот шешімінде қала әкімінің аты аталмаған. Сотқа арыз түскен уақытта қала әкімінің міндетін атқарушы Қайрат Танекенов болған. Одан бірнеше күн бұрын, 27 қарашада, экс-әкім Жақсылық Омар қызметінен кеткен еді. Ал қаланың қазіргі басшысы Алмат Ақшев 11 желтоқсанда тағайындалды. Белсенді желтоқсанда бірыңғай уақыт белдеуіне қарсы акцияға рұқсат ала алмаған тұста әкімдік алаңдар босамайды деп жауап берген. Бірақ Леонид Карташев межелі уақытта алаңда ешқандай іс-шара ұйымдастырылмағанын анықтап, әкімдікті сылтау айтқаны үшін айыптаған. Бұған әкімдік біз емес, іс-шараны өткізбей қойған ұйымдастырушылар жауап беруі керек деген. Бірақ әкімдік өкілі қандай іс-шара өткізілмек болғанын және ұйымдастырушы кім екенін айтудан бас тартқан. Карташев сотқа жүгінгеннен кейін де митингілер өткізуге хабарландырулар берген. Сондай хабарландыруларының біріне сот жүріп жатқан тұста 28 ақпанда рұқсат алған. Белсенді бұл акцияны 14 наурызға жоспарлап отырғанын айтқан. 2024 жылғы 1 наурызға дейін Қазақстанда 2 сағат белдеуі болды. Оны өзгертуді ұсынған шенеуніктер бұрынғы уақыт адамның биологиялық уақыт ритмін бұзады деген уәж айтты. Олар бірыңғай уақыт белдеуінің тағы бір пайдасы. Бүкіл ел аумағында бизнес процестерді реттеуге және көлікпен тасу қызметін жеңілдетуге септеседі деді. Уақыт белдеуі ауысқалы Қазақстанда бұл шешімге қарсылық жиі болып тұрады. Уақытты бұрынғы қалпына келтіруді талап еткен петицияда жарияланып, оған мыңдаған адам қол қойған. Бірақ петицияны қараған құзырлы органдар белсенділер ұсынысын негізсіз деп тапқан. 18 желтоқсанда Астана соты Шығыс Қазақстан облысы тұрғындары атынан үкіметтің бірыңғай уақыт белдеуі туралы шешіміне қарсы арыз түсірген адвокаттың меселін қайтарды. Арыз иелері үкіметтің уақытты жылжыту туралы шешімінің күшін жоюды сұраған еді. Қазақстанның шығысында орналасқан Өскемен қаласында қазір сағат 15:30-да күн батады. Бұл былтырғы жылдан 1 сағатқа ерте. Көктемде үкімет жер көлемі бойынша әлемде 9 орында тұрған елдің барлық өңірін бір уақыт белдеуіне ауыстырған. Қазақстан тәуелсіздігін жариялағаннан бергі 34 жылда билік қабылдаған. Бірақ жұртқа аса жақпаған шешімдердің бірі осы болды. Халыққа бұл өзгерістің ұнамағаны соншалық, билік уақыт белдеуін ың-шыңсыз қайтадан бұрынғы қалпына келтіруге дайындалып жатқан болуы да мүмкін.
Уақыттың өзгеруіне қарсылық. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев еститін үкімет идеясын ұсынған. Бұл билік халықтың пікіріне құлақ асып отырады дегенді білдіреді. Бірақ сағатты ауыстыруға келгенде, шенеуніктер керісінше қылық танытып отыр. Қарашада сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев арнайы білімі жоқ адамдарды әлеуметтік желіде күнделікті қажеттіліктері үшін қолайлы жағдайларды дәлелдей отырып, теріс пікірді алға тартады деп сөкті. Шаққалиев пен басқа да өкілетті тұлғалар уақытты жылжыту мәселесінде ғылым өз жақтарында екенін айтып, бұл өзгерістің халық денсаулығы мен экономикаға пайдасы зор деп мәлімдеді. 19 желтоқсанда премьер-министр Олжас Бектенов бірыңғай уақыт белдеуіне өту туралы шешім Қазақстанда ғана емес, шетелде де жүргізілген терең ғылыми зерттеулерге сүйеніп қабылданды деді. Шенеуніктер шығыс өңірлердің жағдайын ескеріп, көктемде жазғы уақытқа өту арқылы сағат тілін алға, ал күзде артқа жылжыту мүмкіндігін қарастыруға болады деп те айтқан жоқ. Қазақстанның бір шетінен екінші қиырына дейінгі аумақ 3000 километрге жетеді. Жер көлемі мұншама үлген елде бұрынғыдай 2 емес, 3 немесе 4 уақыт белдеуі болса да артық емес. Енді кеш ерте түсетіндіктен электр жарығына төлейтін ақша да көбейеді. Оның үстіне тарифтің көтерілуі уақыттың өзгеруін құп көрмеген халықтың наразылығын одан әрі өршітті. Ашулы азаматтар үкіметті халықтан жарық ұрлады деп айыптап отыр. Осы айда Демоскоп әлеуметтік орталығы жариялаған сауалнама қорытындысы респонденттердің 53% бірыңғай уақыт белдеуіне қарсы, тек 22% ғана бұл қадамды қолдап дауыс бергенін көрсетті. Биліктің уақытты өзгерту туралы шешім қабылдаған кезде қандай жайтқа сүйенгені жөнінде бірнеше долбар бар. Forbes сайтының бас редакторы бірыңғай уақыт белдеуіне өтуге қарсы Ардақ Бөгеева ондай факторлардың бірі шенеуніктердің Қытайға тамсануы дейді. Бірақ қазір көрші мемлекеттер уақыт өзгерісі жағынан бір-бірінен тіпті алыстап кетті. Тағы бір себебі, мұндай шешім әкімшілік тұрғыдан ыңғайлы болғаны үшін де қабылданған болуы әбден мүмкін. Өйткені бұл олардың қолынан келеді. Жұртты қатты азаландыратыны да осы, деді Ардақ Бөгеева. 18 желтоқсанда Астана соты Шығыс Қазақстан облысы тұрғындары атынан үкіметтің бірыңғай уақыт белдеуі туралы шешіміне қарсы арыз түсірген адвокаттың меселін қайтарды. Арыз иелері үкіметтің уақытты жылжыту туралы шешімінің күшін жоюды сұраған еді. Малға уақыт өзгерді дегенді түсіндіре алмайсың. Шенеуніктер мен сот жүйесі биліктің шешімін құптап отырғанда, биліктегі Аманат партиясының бірнеше депутаты қоғам пікірін қолдай сөйледі. Қыркүйекте депутат Мақсат Толықбай Шығыс Қазақстан облысына сапарында өзіне ең жиі қойылған сұрақ уақыттың өзгеруі жайлы болғанын айтты. Шығыс Қазақстанда қазір түнгі 3-ке қарай таң атып, жұрт мөңіреген сиыр даусынан оянады, деді Толықбай. Осы айдың басында Аманат партиясының тағы бір депутаты парламентке уақытты ауыстыру туралы шешімнің күшін жоюды ұсынып, партия мүшелерінің басым бөлігі осыны қолдайтынын айтқан. Әу баста бірыңғай уақыт белдеуіне өту жайлы шешімнің президент Тоқаевтың келісімінсіз қабылдануы екіталай нәрсе. Ал бұл жолы президент араласпаймын деп шешсе ше. Қытайдың Шыңжаң аймағында мемлекеттік мекемелер ресми Пекиндікіндей уақытпен жұмыс істеуі керек болғанымен, мұсылмандар саны басым аймақтың халқы бұрыннан Шыңжаң уақытымен +6 өмір сүреді. Балдан алкогольді сусын өндіретін компанияның иегері Алмас Таңғытұлы қазірдің өзінде осыған ұқсас режимге көшкенін айтты. Жаңа уақытқа үйрену қиын болғандықтан, ол Өскеменнің шығысында орналасқан кәсіпорындағы жұмыс кестесіне өзгеріс енгізіп қойған. Жұмыс 1,5 сағат ерте басталып, солай ерте аяқталады. Бұл ауылда мал ұстайтын жұмысшылар үшін қолайлы, деді кәсіпкер. Жұмыстан кейін олардың даладағы жарығы жоқ қораның шаруасын реттеуге уақыты қалмайды. Таңертең мал өріске асығады. Малға уақыт өзгерді дегенді түсіндіре алмайсың ғой, дейді Алмас Таңғытұлы.